Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше дәмді болып шығатын бидайдан наурыз көже дайындайтын боламын. Ол үшін бізге сүрленген ет, қазы, дәнді дақылдар, ұнтатылған бидай, жаңғақ, пияз, сәбіз қажет және сүт қажет. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Ең алдымен етімізді бірдей етіп турап шығатын боламыз. Қазыны бөлек ыдысқа қайнататын боламын. Осылайша барлығын дайындап алып, енді кастрюльге жасайтын боламын. Кастрюлімізді орташа отқа қойып, үстінен сұйық майымызды құйып, керек мөлшерде қазыны осылай бөлек қайнататын боламын. Енді майымыз қызғаннан соң, оның үстінен етімізді салып, қызарғанша қуыратын боламыз. Етіміз осылай кішкене қызарып, қуырылып шыққаннан соң, үстінен пиязды салып қуырамыз. Осылайша біздің етіміз, пиязымыз қуырылды. Үстінен міндетті түрде қайнап тұрған суды құйып, бетін жауып, кішкене қайнататын боламыз. Қазанымыз бір қайнап шыққанша дәндерімізді алып жақсылап жуып, оны да қайнатамыз. Осылайша бір қайнап шыққаннан соң, осыны суын қайтадан төгіп, үстіне су құйып, екінші рет тағы да қайнататын боламын. Осылайша біздің кішкене сорпамыз қайнап шыққаннан соң, үстінен тағы да су қайнап тұрған суды құйып, тағы да қайнататын боламын, бетін жауып. Екінші рет менде осы дәнді дақылдар қайнап шықты, суын барлығын төгіп, жақсылап жуып алатын боламын. Міндетті түрде бөлек осылай қайнатып алғандарың үшін. Осылайша қайнатып, енді ұнтатылған бидайымызды салатын боламыз кастрюльге. Одан соң осының ізінен сәбізімізді, дәнді дақылдарымыздың барлығын салып, тағы да су құйып, бетін жауып, қайнататын боламыз. Осылай бидайымызды салғаннан соң, міндетті түрде әр ашқан сайын қозғап тұруымыз қажет. Қозғамаса, осылай түбі жабысып қалатын болады. Осылайша барлығын салып, суын құйып, қозғау арқылы осылай қайнататын боламыз. Осылай бидайымыз піскенше қайнатамыз. Бөлек ыдысымызға сүтімізді құйып, менде қолдың сүті. Бұны да 2 литрдай алып, осылай қайнататын боламын. Осылайша біздің көжеміз қайнап атқан кезде жаңғағымызды жақсылап жуып, қосып жіберетін боламыз. Осылайша қозғау арқылы жаңғағымыз, бидайымыз барлығы піскенше араластырып отырамыз. Осылайша біздің көжеміз дайын болды. Дайын болған кезде піскен сүтті ғана құятын боламыз. 5 минутқа қалдырамыз. Толықтай араластырамыз. Осылайша біздің наурыз көжеміз дайын болды. Барлықтарыңызға ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамы құтты болсын. Үйлеріңізде тек жақсылық, той болсын, ақ-мол болсын. Барлықтарыңызға наурыз құтты болсын. Сізде міндетті түрде бидайдан осындай наурыз көже дайындап көріңіздер. Осылайша наурыз көженің барлығын құйып, ыдысымызға бетінен домалақ етіп, қазыларды қойып шығатын боламыз. Өте дәмді, ерекше біздің наурыз көжеміз дайын болды. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, менің парақшама тіркеліп, каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Сізде дәл осы рецепт бойынша бидайдан наурыз көже дайындап көріңіздер. Ас болсын.